Сәлем достар, бүгін біз сіздермен 1 жас 5 айлық баланың дамуы туралы айтатын боламыз. 1 жас 5 айлық бала қалай дамиды, қандай өзгерістер болады, сол туралы айтамыз. 1 жас 5 айлық бала, енді бала күннен күнге өседі, бойы да, салмағы да өседі. Егер сіз бойы мен салмағына назар аударар болсаңыз, онда балаңыздың бұрынға қарағанда сәл өскенін байқайсыз. Бұл кезде кішкене күн тәртібі жағынан кішкене қиындау болады, себебі бұл кезде балада скачок дейміз ғой, бала бұл кезде енді 1,5 жасқа келетір ғой бала. Балада қатты бір дамудың өзгерісі болады да, яғни бала, мысалы, сіз бөлмеден шығып кетсеңіз, сізді жоқ болып кетеді деп ойламайды, сіздің қайттан келетініңізді біледі. Ол үшін бала бұрынғыдай қатты жыламайтын болады. Бірақ сонымен қатар балада әр түрлі сезімдер қосылады. Бала қызғаншақ болады, қызғанғанын көрсетеді. Егер өзге балаларыңыз болса, егер сіз өзге балаға қарап қойсаңыз, сізді қызғана бастайды бала. Бұл кезде жаңағы қатты ойнап кетіп, түсте ұйықтамай қоюы мүмкін бала. Болмаса кеш ұйықтауы мүмкін. Айтып жатырмын ғой, режим бұзылады деп. Болмаса жаңағы түнгі ұйқысы қиындап кетуі мүмкін. Яғни ұйықтатқан кезде баланы сіз кәдімгідей күш саласыз. Бұрын оп-оңай ұйықтап жүрген бала бұл кезде түнде ұйықтамай, түсте ұйықтамай қыңырлануы мүмкін. Себебі оған әлем қызық бола бастайды. Оған ұйықтап кетуден гөрі ойнаған, күлген қызық бола бастайды. Өзге жаңағы басқа нәрсені зерттеген деген секілді. Яғни баланың бұл кезде дамуы күрт, бұл кезде бала күрт жаңағы дамығандықтан, яғни балада бір сондай режимді ауыстырып алу деген секілді нәрсе болуы мүмкін. Бірақ соған қарамай режимді сақтауымыз керек. Ата-ана, әсіресе анасы бұл кезде барынша сабыр сақтау керек. Себебі сабыр сақтаңыз, бала да сабырлы болады. Сабырлы сақтамасаңыз, оның қыңырлықпен жауап беріп жатсаңыз, онда кішкене қиындау. Егер барынша сабырлы болсаңыз, онда балаға да бұл кезде көмектесе аласыз. Енді бұл кезде ұзақ ұйықтатуға тура келеді, түнде де, күндізде, бірақ бұл уақытша. Себебі ол 1 жас 5 айға толар шағында қайтадан бала көңілді болып, қайтадан уақытылы ұйықтап, қайтадан бала өз-өзіне келе бастайды. Бала бұл кезде әртүрлі ойын түрлерін жақсы көреді. Қоламашақ жақсы көру мүмкін, тығылмашақ жақсы көру мүмкін. Сізден жиі тығылып қалатын болады, перденің артына, столдың астына. Сізбен ойнағысы келіп тұрады. Сіз мысалы оның жуындырып алып келген кезде, ол жаңағы подкусникін ұстап алып қашуы мүмкін, киімдерін ұстап алып қашуы мүмкін. Сізбен қатты сондай бір ойын контактісіне түскісі келіп тұрады. Рөлдік ойындар ойнағысы келеді, доктор болғысы келеді бұл кезде. Бұл кезде сатушының рөлінде ойнап көргісі келеді. Тіпті үйретсеңіз де болады сатушының рөлін. Аяқтармен ойнағысы келеді бұл кезде қыз бала болса. Ер бала болса автомат құрастыратын, қыз бала да құрастыратын ойнай береді. Енді қыз бала мен ер баланың өзінің ойындарына байланысты рөлдік ойындарды ойнағысы келіп тұрады. Және құрастыратын ойын берсеңіз, яки тағы да басқа кубик, тағы да басқа бір ойындарды берсеңіз, кейбір балалар бар, бұл кезде құрастыратын ойыншықпен ғана ойнап отыра береді. Кейбір балалар бар, мысалы, құммен, сондаймен ғана ойнап, ойнаған жерінде ойнап отыра береді. Кейбір, мысалы, қыздар бар, колясканы беріп қойсаңыз, колясканы тербетумен ғана айналысады. Тек сонымен ғана азынан кешке дейін, былайша айтқанда, өзін сонымен ғана ойнап жүреді, бұл басқа затпен ойнамайды. Болмаса кейбір балалар бар, әлемге таңғалып, ананы сұрағысы келіп, мынаны сұрағысы келіп, сізбен контактіге түскісі келіп, көп сөйлегісі келіп, сөйтіп тұратын балалар бар. Енді бұл жерде адамның мінезіне байланысты. Мысалы, кейбір тұйық балалар, тыныштықты жақсы көретін балалар өз-өзімен ойнай беруі мүмкін. Ал мысалы, сөйлесуді жақсы көретін балалар, онда көп сұрақ қойып, сіздің көп сұрақ қоймайды, енді бұл кезде көп сөйлей алмайды бала, бірақ көп сөйлеуге тырысуы мүмкін кейбір балалар. Ол да жақсы. Сосын бұл кезде саусағымен көп нәрсені бала көрсете алады.
су ішкісі келсе де, жаңағы ойнағысы келсе де, бір ойыншықты алғысы келсе де, бала өзінің қалауын айта алады деген сөз, көрсете алады бұл кезде бала өзінің қалауын, не қалап жатқанын. Әрине басындағыдай қыңырлық болуы мүмкін, кейде жылап кетуі мүмкін өзімен өзі, кейде көп ойнағысы келіп кетуі, кейде қатты жылап кетуі, сондай қыңырлықтар да болады басында. Бірақ ол сәл 1 жас 5 айлық кезіне қарай нетеді, қоя бастайды дедік қой. Бірақ сонда да біз бұны баланы демеп, сол кезде көңіліне қарап, баламен ойнап, барынша баламен уақытты өткіздіре білуіміз керек. Сонымен қатар балада мынау болмайды деген нәрсені бұл кезде анық түсінеді. Бала бұрын сіз болмайды деген нәрсеге жылап қалатын болса, бала болмайды деп сөзбен айтсаңыз, бала қоя салады. Балаға бұл кезде бір қатты эмоцияның қажет жоқ, жай сөзді де бұл кезде бала түсіне бастайды кәдімгідей. Балада қорқыныш сезімі пайда болады бұл кезде. Қорқу сезімі, яғни баланы қорқытатын болса, бала қорқып кәдімгідей соны түйсігімен түсінуі мүмкін. Бала ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін жайлап бұл жаста ажырата бастайды. Сондықтан да бала дамып жатыр, өсіп жатыр, оның сөз қорын көбейту керек. Егер кейбір балалар жүргісі келіп, жүгіргісі келіп, әр нәрсені ұстап көргісі келіп сөйтеді, бірақ мынаған болмайды, күйесің, аузыңа салма, ыстық, құлайсың, басқа қыласың десе, оны кәдімгідей бала түсініп қалады. Сондықтан да барынша бұл айда сабырлы болыңыздар және балаңыздың дамуына үлес қосыңыздар. Себебі бала ай сайын дамиды, күн сайын өседі. Сондықтан да бұл ең қызықты, ең керемет шақты жіберіп алмаңыздар. Көргендеріңізге рахмет, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.